Оралда Қос даңғыл бойындағы қоршаулар түгелдей алынып тасталды. Жоба жаяу жүргіншілер аймағын кеңейтіп, шаһардың эстетикалық келбетін жақсартуға бағытталған. Алдағы уақытта жол жиектері абаттандырылады. Ал темір қоршаулар аудандарға жіберіледі. Бүгін алғашқы жүк Казталов өлкесіне жолданды. Жаяу жүргіншілер үшін шаһарда кедергісіз орта қалыптастыру маңызды. Сондықтан облыс әкімінің тапсырмасымен қоршаусыз қала жобасы қолға алынды. Бүгінде Нұрсұлтан және Евразия даңғылдары бойындағы қоршаулар толықтай алынып тасталған. Бұл жұмыстар енді Жуков, Құрманғазы, Гагарин және Сырымдатов көшелерінде жалғасады. Бұл біріншіден тұрғындардың демалыс аймағын кеңейту мақсатында, сонымен қатар қаланың эстетикалық түрін жақсарту бағытында жүріп жатқан жұмыстар болып табылады. Қазіргі кезде 4-5 шақырымдай, яғни демонтаждалды. Әлі 10 мың метрдей бар. Қала көшелеріндегі темір қоршаулардың жалпы ұзындығы шамамен 17 шақырымды құрайды. Қоршаусыз қала жобасын күзге дейін аяқтау көзделген. Материалдар аудандарға беріледі. Жүктің алғашқы партиясы Казталов өлкесіне жіберілді. Қос өзен елінің еншісіне тиген 1,5 шақырым қоршау ойын алаңқайларын жасақтауға пайдаланылады. Қалада босаған қоршауларды сол аудан орталығына апарып, округтерге таратамыз. Қазір мен өзім Казталов ауылдық округінде қызмет атқарам. Казталов округіне қазір барғасын бөліп береміз. Біздер бұларды қоршауларды өзіміздің жаңағы халықтың сұранысы бойынша балалар ойын алаңын жасақтауға, жасыл желектерді қоршауға пайдаланамыз. Елді мекендеріміз бар. Сол елді мекендерге халыққа сол балалардың ойын алаңын жасақтап береміз. Ал қоршауы алынған қала көшелерінің бойы ойсырап қалмайды. Жол жиектері абаттандырылады. Әрі композициялар мен шағын сәулет туындыларын орнату жоспарда. Еркебұлан Самадияров, Рүстем Ишанов, Алтынбек Абделов, Ақ Жайық арнасы.